Үшінші тапсырма. Жаңа тақырып бойынша кітаптарымызды ашамыз. Тақырыпты ашып, 51-ші параграфты ашып, термин сөздермен жұмыс жасаймыз. Экожүйе, биогециноз, биоценоз, консументтер, редуценттер, биотоп, автотрофты, гетеротрофты организмдер. Осы терминдерге сипаттама береміз. Дәптерге жазып сипаттаймыз. Келесі тапсырма. Биогецинозды түзетін организмдер экологиялық рөліне байланысты қандай топтарға бөлінетінін сызбанысқа түрінде сипаттаңыздар. Дәптерлеріңізге сызба құрастырасыздар. Келесі тапсырма. Тест тапсырмалары беріледі. Биотикалық факторлар. Абиотикалық фактор дегеніміз не? Бұл бір жауапты тест сұрағы болатын болса, бірнеше жауапты тест сұрақтарына организмнің абиогендік, биотикалық факторларына мыналар жатады. Төртінші. Биогецинозда органикалық заттарды ыдырататын организмдер.